сондай өзіне күпірлік еткен адамдардың амал әрекеттерін сипаттап жатыр бұл аятта. Былай дейді: "Маталуллазина кафару би раббихим", Раббыларына күпірлік еткендердің мысалы мынандай дейді. Қандай олардың мысалы? "А'малухум карамат", дейді. Олардың барлық бұл өмірде жасаған игі амалдары, жақсылықтары карамат дейді. "Иштаддат бихи рихун фи яумин асиф", дейді. Сондай амалдары, істері сондай бір дауылды, яғни желді күні тұрған жел ұшырып алып кеткен күлге ұқсайды дейді да. "Ла яқдируна мимма касабу аля шей", олар осылайша барлық амалдардың қарымтасына қол жеткізе алмай қалады дейді да. Сол жасаған игілік жақсылықтардың амалдарын қияметте көре алмайды дейді да. Сол жасаған амалдары желге ұшқан күл секілді болып кетеді. "Залика хуа далалул баид", сауаптан қағылып қалған нағыз адасу деген дәл осы дейді. Бұл аят мына сұраққа жауап береді. Қазір жер бетінде адамдарға тек мысалы жақсылық жасаумен танылған кісілер бар, өте сондай жомарт, мұқтаждарға қарасатын, сондай қоғамдық жерлерде мектеп салып беретін, аурухана салып беретін, сондай бәрін салып беріп жатқан, жүрген жомарт, барлық адамның көңілінен шығып жүрген, сондай жақсы игілікті жасап жүрген істі жасап жүрген адамдар бар да, бірақ бойында Аллахқа деген иманы жоқ та ол адам. Күпірлік еткен, сенбейді Аллахқа. Ол адамның жағдайы қалай болады деген осы сұрақ бар қоғамда. Аллах Тағала олардың да жағдайы Құранда баяндап кеткен, қандай болатынын. Аллах Тағала оның жасаған амалдарын зая кетірген жоқ негізі әсілінде. Керісінше ол сол үшін өмірде сол амалының қарымтасын алды ол адам. Бәрі оны жақсы көрді, құрметтеді, сыйлады, сондай елдің қалаулы азаматы болды, сондай жомарт деді, сондай нәрселердің барлығын істеді. Оны мадақтады, мақтады, барлық жақсылыққа бөленді ол бұл өмірде. Демек ол істеген амалының қарымтасын алды бұл өмірде. Бірақ ол ең басты нәрседен қағылып тайылды да, ол қағылып қалды да ең басты. Осы өмірге алып келген сол жасаған барлық жақсылығына мүмкіндік беріп қойған. Ол жақсылықтың бәрін өз тарапынан жасап жатқан жоқ. Сол жақсылыққа Аллах Тағала мүмкіндік беріп қойды, оған денсаулық беріп қойды, оған дәулет беріп қойды, оған сол жақсылыққа ризық несібеге жететін жолдардың бәрін дайындап шығарып беріп қойды. Бүкіл жақсылықты оның бойына дарытып қойған Аллахты ұмытты да ол бұл өмірде. Сол Аллахты ұмытып, ол күпірлік етті да ол адам. Бұл бір ата-ана мен баланың мысалындай да, мен сіздерге осы мысалмен түсіндірейін. Қараңызшы, ойланып көріңіз. Әлде бір ата-ана баласын бағып қағып, бар жақсылығын беріп, мейірімін төгіп, түн ұйқысын төрт болып, аузындағын жырып беріп, сол балаға рахым мейірім төге өсіреді. Қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай. Кейін уақыт өтіп, ол өз қолы өз аузына жеткеннен кейін әргі бала ата-анасын ұмытып, өзгелерге жақсылық жасап, бәрінің көңілінен шығып, құрметке лайықты адам болса да, бүкіл көрші қоланың бәріне жақсы адам болып кетті, бірақ ата-анасына қараласпады. Ол шынымен де жақсы адам бола ма? Артында ата-анасын тәрк етіп, өзгенің қамын ойлап кеткен адам қандай адам? Бұның жауабы белгілі, айтпаса да. Дәл осындай істеп жүрген адамның жауабы бәріміз білеміз қандай екен. Дәл сол секілді ондай адамның бұл өмірдегі барлық игі амалдары Аллахтың алдында қабыл болмайды, Аллахты ұмытқан үшін. Ол бір жел ұшырған шаң секілді олардың амалдары, істеген жақсылықтардың бәрі. Ешқандай Аллахтың құзырында ертең қияметте құны болмайды оның амалының. Себебі ол бас нәрседен қағылды да Аллахқа иман етуде. Аллахтың берген денсаулығын, Аллахтың берген барлық жақсылығын, мүмкіндігін пайдалана отырып, сол Аллахты тәрк етіп, күпірлік етіп қойды. Енді осылардың бәрін бізге мысал ретінде келтіріп, сен де сол ақылыңдан бәрібір мән беріп, солардың барлығынан ғибрат ал деп тұр да. Өмірде әрбір амалыңа есеп бер деп тұрды Аллах Тағала. Оның ертең сен үшін пайдасы болады ма, жоқ па, соған қара деп тұрды Аллах Тағала. Сен жақсылық жасап жатсың, бірақ сол жақсылығың ертең сен үшін пайдасын тигізе ма, соған зер салып мән бер деп тұрды. Ақылыңды іске қос деп тұр Аллах Тағала бұл аяттың артында. Осындай мағыналар шығады.